Алматы қаласындағы тереңнен сыр шертетін тарихқа толы қазыналы мекеннің бірі Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы. Білім ғылымның қайнар бұлағы әрі құттықанасы кітапхана. Кітапсыз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ. Адам өміріндегі құнды капитал кітап оқу арқылы беріледі. Ендеше 2 қабатты ғимараттың ғибратты әлеміне сүңгісек. Кітапхана арнайы жоба негізінде салынғандықтан Алматы қаласының отандық сәулет өнерінің республикалық тарих және мәдениет ескерткіштері тізіміне енгізілген. Мемлекет қарауында тұрады. Ал енді бұл мекеменің жалпы аумақ алаңы 23 мың шаршы метр. Бастапқыда Пушкин атындағы кітапхана деп аталса, тәуелсіздік алған 1991 жылдан бері ұлттық деген статусқа ие. Айтулы мекеменің тарихына тоқталатын болсақ, негізі Қазақстандағы кітапхана саласының іргетасы сонау 1910 жылдан бастау алады. Содан 20 жыл өткен соң, яғни бүгінгі ғимараттың негізі 1931 жылы 31 желтоқсанда қаланады. Мемлекеттік көпшілік кітапханасының қаулысы бекітіліп, Верный қаласының думасында өмірге келеді. Ал ұлттық кітапхана сол кезеңнен бері оқырмандарға қызмет етіп, өзінің рухани тыныс-тіршілігін күні бүгінге дейін жалғастырып келеді. Ғимараттың көзге түсер үлкен залының ішінде көрме қоятын орын бар. Белгілі ақын жазушылар, танымал тұлғалардың мерейтойлары, еске алу кештері, болмаса тағы басқа мәдени шаралар өткенде, бұл бұрыш мүйесі қажетті туындылармен толып, тіпті ажарланып кетеді. Ұлттық кітапхананың бірінші қабатында бірнеше музей кабинеттер бой түзеген. Оның бірі махаббат жыршысы атанып кеткен Қазақстанның халық жазушысы Әзілхан Нұршайықов атындағы кабинет. Мұнда автордың фотосуреті, қолданылған заттары, туындылары тізілген. Осымен қатарлас әдебиет зерттеушісі, аудармашы, жазушы Геральд Бельгерге арналған бөлме бар. Сондай-ақ қазақтың ұлттық аспаптары мен өзге мол мұрасы сақталған өнер бөлімі жасақталған. Ұлттық кітапханадағы тағы бір маңызды бөлім кітап сақтау қоры. 2 қабаттан тұратын залдың ұзындығы Абылайхан көшесінен Күләш Байсейітова көшесіне дейін созылып жатыр. Сондай-ақ электронды оқу бірінші кезекте тұрғандықтан, мұнда бәрі сол жүйеге әлдеқашан көшкен. Авторлардың рұқсатымен келісім шарт арқылы кез келген бүгінгі кітап жазбалардың электронды нұсқасы жасалынады. Бұл дегеніміз кез келген адам түрлі гаджеттер арқылы үйде отырып ақпаратпен қамтамасыз етіліп, іздеген кітабын қиындықсыз тауып оқи береді. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасының қоры 6.875.749 дананы құрайды. 120-дан астам әлем тілдерінде басылымдар бар. Оқырмандарға қызмет көрсету 1500 орындық 14 мамандандырылған залда жүргізіледі. Кітапханаға тіркелген оқырмандар саны 44 мың. Оқырмандар Қазақстанның барлық аймағынан, әртүрлі ұлттар мен әлеуметтік топтағы азаматтарда жазылған. Оқырмандардың жас шектелімі 16-дан 12-ге дейін төмендетіледі. Кітапхана күніге 1000-1500 оқырманға қызмет көрсетеді.